Сонымен Ұлыбритания, Канада және Аустралия Палестинаны ресми мойындады. Бұған Израиль ашулы. Неге екенін түсіндірейін. Ұлыбритания премьері Кир Стармер 75 жыл бұрын біз Израильді мойындадық, енді Палестинаны да мойындаймыз дейді. Бірақ ол бұл Хамасқа сыйлық емес деп нақтылап өтті. Себебі Израиль бұған дейін Еуропа мемлекеттері Палестинаны мойындаса, Хамасқа 2023 жылғы қырғыны үшін сыйлық жасайды дегені бар еді. Сондықтан Израильде оны қолдайтын ақш-та еуропалық елдердің бұл қадамына қарсы. Канада премьері Марк Карни болса, Палестинаны мойындасақ та, Хамас Израильге террор жасап, Газадағы халықты қинап отыр. Сондықтан ол Палестинаның болашағына араласпау керек дейді. Ал Хамас ұйымы өз кезегінде батыс елдерінің бұл шешімін палестиналықтардың өз жеріне құқығын растаған қадам деп атады. Бірақ Израиль премьері Беньямин Нетаньяху бірден үндеу жасады. Ол Палестина мемлекеті құрылуын жоққа шығарды. Тіпті Иордан өзенінің батыс жағалауында еврей қоныстарын сала беретінін айтты. Жалпы мойындау дегеніміз халықаралық саясаттағы өте үлкен қадам. Осылайша әлемде Палестинаны мойындаған елдердің саны 150-ден асты. Бұл Палестинаның халықаралық легитимдігін күшейтеді. Еуропа лидерлерінің бұндай қадамына бірнеше себеп болуы мүмкін. Оның біріншісіне тоқталар болсақ, қазіргі уақыттағы Газада болып жатқан жағдайға Еуропа халқы қауымы қатты алаңдайды. Ал оған үкіметі құлақ асады. Ал бір жағынан еуропалық лидерлер бұл мәселеде ақш-тан саяси дербестігін көрсеткісі келуі мүмкін. Жалпы екі мемлекет құру туралы шешімге сәйкес, Палестина мемлекеті батыс жағалауда және Газа секторында, астанасы шығыс Иерусалимде құрылуы керек. Қазіргі уақытта Израиль әрі батыс жағалауда, әрі Газаны оккупациялап отыр. Бұл Палестина автономиясының өз аумағы мен халқы үстінен толық бақылау жоқ дегенді білдіреді. Жалпы қазіргі уақыттағы жағдайға тоқталсақ, Газа қаласында Израиль әскері жер үсті операциясын жүргізіп жатыр. Ал ол жақтан жұрт үйлерін тастап қашып жатыр. Хамас бақылауындағы Газаның денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше 2 жылда 65.208 адам қаза тапқан. Біріккен ұлттар ұйымы бұл деректерді шынайы деп санайды. Осы аптаның басында Біріккен ұлттар ұйымының тергеу комиссиясы Израильдің Газадағы палестиналықтарға қарсы геноцид жасағанын анықтады. Ал Израиль бұл қорытындыны бұрмаланған, әрі жалған деп айыптады. Қазіргі уақытта Біріккен ұлттар ұйымына мүше 193 елдің шамамен 4-тен 3 бөлігі Палестинаны мойындап отыр. Алайда оның халықаралық деңгейде мойындалған не шекарасы, не астанасы, не әскері жоқ. Сондықтан бұл мойындау тек символдық сипатта болуы мүмкін деген түсінік бар. Сіз қалай ойлайсыз? Арнаға жазылып лайк басыңыз.